Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте оңай, өте дәмді болып шығатын банановый пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бананымызды ашып аламыз, бөліп аламыз. Үстіне жұмыртқамызды жарып, шаншқының көмегімен араластырып, бананымызды мұжып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай видеодағыдай болғанша бананымызды жұмыртқамен араластырып аламыз жақсылап. Үстіне секерімізді салып, тағы да араластырамыз. Сонан соң сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын тоже жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды, разрыхителімізді, корица салып, барлығын араластырып аламыз. Корица ұнатпасаңыз салмай қойсаңыз да болады. Барлығын жаңағы массамызға саламыз, бөліп салып аламыз. Неке бізде осындай масса болады. Үстіне мен шоколад салып жатырмын, бірақ бұл міндетті емес, болса салыңыз. Үстіне кез келген орех немесе изюм, өзіңіз қалауыңызды салсаңыз болады. Формамызды майлап, жақсылап, үстіне ұн сеуіп, аз ғана видеодағыдай етіп сеуіп шықсаңыз болады. Сонда біздің тестіміз жаңағы формаға жабыспай әдемі түсетін болады. Градусты әркім өзінің пештің ыңғайына қарай қойып, шамамен 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Рецептке қатысты, видеоға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетсеңіз болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысатын боламын.
ешқандай миксерсіз жасалу жолы өте оңай, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода кездескенше.